Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге бір штук жұмыртқадан дайын болатын пирог көрсететін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен миксерге бір штук жұмыртқамызды саламыз. Миксерлейміз. Үстінен құмшекерімізді бөліп саламыз. Қанты ергенше жақсылап миксерлейтін боламыз. Сұйық майымызды құямыз. Миксерлейміз. Жылы сүтімізді құямыз. Араластырып аламыз. Разрыхлителді ұнның үстіне салып, ұнды аз-аздан салып миксерлейсіздер. Жиырма екі диаметрлі формаға дайын болған массамызды құямыз. 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аласыздар. Ас болсын.